Астана тазалық кәсіпорнының 300-ге жоқ қызметкері бүгін жұмысқа шыққан жоқ. Олар басшылықтан айлықты өсіруді талап етіп тұр. Жұмысшылардың сөзінше 100-150 мың теңгелік еңбекақы ештеңеге жетпейді. 130-140 мың қайда барамыз біздер? Біздің квартирамыз бар, тамағымыз бар, продукт аламыз, кредит төлеп жатырмыз, еще бала шағамыз бар. Оның бәрін айналып келгенде соны бізге ауырлық қылып тиеді бізге. Біздің айлығымыз ең аз дегені 500 мың теңге болу керек. Таңғы 4-те басталатын уақыт болады, оған біз келіп жетуіміз қиын. Ол кезде автобуста жүрмейді, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан таксилетіп қана келесіз. Өзің бітті ғана зарплатты таксиге жібереміз бе, бала шағаға жібереміз бе? Наразылар айлықтың аздығынан бөлек еңбек жағдайының жайсыздығына шағында. Мәселен, көше тазалайтындар 2 ауысыммен істейді. Біріншісінің жұмыс кестесі таңғы 6-дан түскі 3-ге дейін. Бірақ осы аралықта не тынығатын, не тамақ ішетін орын жоқ дейді. Апрель айынан бастап жабылады, ноябрьдің 15-інде ашылады отдыхалғы. Осылай далада жүреміз қаңғып. Иә. Ашсын деп талап еттіңіздер ме? Айттық, ашпайды, не положено дейді. Бір көшеде бір адам жүреміз. Қаншама бір жағында 3 адам, бір жағында 3 адам, 6 адам жүретінбіз. Қазір бір адамнан жүреміз. Адам алыңдар десең, оған банкрот, ана мынау дейді. Алмайды адамды. Қыстың өзінде адам аз. Қыста бұрын 50-60 адам болатын. Қазір 17-20 сондай адам. Менің жалақым 560 мың теңге. Басшылықтың айлығын естіген жұрт таңданысын жасырмады. Жиналғандар мұндай ақша біз үшін арман дейді. Ресми дерек бойынша кәсіпорындағы орташа еңбекақы 180 мың теңге. Мереке демалыс күндерін қосқанда жұмысшылардың бір айда алатыны 200 мыңнан сәл асады. Жоспарда көтереміз деп айтқанбыз оны. Бірақ та бүгінгі таңда осындай экономик жағдай болғасын, енді ондай мүмкіншілік болмады. Енді қазір әкім орынбасары келді, қолдау беріп жатыр. Солардың қолдауымен енді ноябрьден бастап айтып отыр ғой. Сол ноябрьден бастап жалақыларын көтереміз. Мекеме өкілі қарашада айлық көтеріледі дегенмен оның нақты қаншаға өсетінін айта алмады. Жақын күндері есептеліп хабарланады деп қысқа қайырды. Мұхамеджановтың сөзінше Астана тазалықтың биылғы бюджеті 6,2 миллиард теңге. Ақшаның 70% жалақыға жұмсалады. Мынау әңгіме мәжіліс олды жұмыс. Наразылармен Нұрсұлтан әкімнің орынбасары кездесті. Жұмысшылардың мұң-мұқтажын тыңдаған шенеунік Астана тазалыққа бюджеттен қосымша 2,5 миллиард теңге бөлінгенін мәлімдеді. Формировать фонд. Сыйақы және 13 айлық қорын қалыптастырамыз. Кадрлық мәселеге келсек, жүргізушілер мен жол жұмысшыларын қысқарту деген болмайды. Ондай мәселе жоқ. Бола қалғанның өзінде қысқарту әкімшілік басқару қызметкерлеріне қатысты болмақ. Астана тазалық Нұрсұлтан және оның маңындағы елді мекендердің санитарлық жағдайына жауапты мекеме. Ресми дерек бойынша кәсіпорында 1150 адам жұмыс істейді. Оның 280-і көше сыпырушыда, 100-і жүргізуші. Бірақ күн суыта жұмысшылар саны 2 есе көбейеді. Қазақстанда тұрғындар айлықтың аздығына жиі шағымданады. Көбі жұмыс қауіптілігі мен ауырлығын ескеріп, жалақыны көтеру, еңбек жағдайын жақсарту, жұмыс уақытын 8 сағаттан асырмау сынды талаптар көтеріп келеді. Әсемгүл Мұхитқызы, Кенжетай Ақсейітов, Азат Ньюс.